Қалайсыздар, достар, бүгін осындай құймақты пісірдім. Ең алдымен бізге керекті қажетті заттарымды дайындап алдым. Бізге 1 стакан сүт, 3 жұмыртқа, күнбағыс майы және қант керек. Алдымен жұмыртқаны, 3 жұмыртқамызды қантпен араластырып аламын. Жұмыртқаға қантты, сосын сүтті араластырып алғаннан кейін арасында қазір 1 стакан мөлшерінде қайнаған суды құямын. Суды мен не үшін құямын? Құймақ пісіргенде домалақ, пузырек деп айтады ғой, орысша, сондай домалақтар пайда болады. Және жұп-жұмсақ, осылардың барлығын қосқанда жұп-жұмсақ болып шығады. Достар, канал пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мінекей мен суды қостым. Араластырып жатырмын. Және құрамы да көбейді. Құймақтың пісіру үшін дайындап жатқан құрамның күнбағыс майын үлкен қасықпен, ас ішетін 4 қасық саламын. Күнбағыс майын құймағымызды табаға құйғанда, табаның өзі де антипригарный таба, бірақ сонда да құймағымыз жабыспай жақсы болып пісу үшін саламыз. Егер сіз басқа табада пісіретін болсаңыз, осы әдіс сізге жақсы бара береді. Себебі арасына май құйғандықтан құймақ қандай табаға салса да жабыспайтын болып шығады. Мінекей мен ұнды да салдым. Ұн 1 стакан бізде 200 грамм. Қантты 3 қасық салдым. Үлкен ас қасықпен. Қанттың мөлшерін өте көбейтіп те жібермейміз. Көбейтсек, құймағымыз қызарып кетеді. Мінекей құймағымыз құрамы дайын. Табаға, қыздырған табаға кішкентай күнбағыс майын жағып пісіріп жатырмын. Мінекей достар, осындай әдемі құймақ шығады.